Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді үлпілдек бәліш дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сұйық массамызды дайындап аламыз. Бізге сұйық май, жылы су, жылы сүтімізді құямыз. Дәміне қарай қант. Мен қантты көп мөлшерде қостым, өте тәтті болуы үшін. Тұз, 2 дана жұмыртқа, және де ашытқы. Осы сұйық массамыздың барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды жаймендеп 3 бөлікке бөліп, жай араластыра отырып, нанымызды ашытамыз. Ұнымызды барлығын бірден салып жіберетін болсақ, нанымыз қатты көтерілмей басылып қалады. Сондықтан 3 бөлікке бөліп салып, ақырындап араластыра отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа ашытуға жылы жерге қоямыз. Осылай ашытқан қамырымыз үлкен болып, әдемі болып көтерілді. Бәліштерімізді таразының көмегімен 75-80 грамда бөліп алдым. Сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар болады. Бәліштерімізді жақсылап зуалар жасап, бетін салафанмен жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Бәліштерімізді осылай қолдың көмегімен жақсылап ұзын етіп жайып шығамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай осылай қолдың көмегімен жақсылап айналдырып, 2 шетін біріктіреміз. Келесі бәліштерімізді де дәл осылай түйіп шығамыз. Түйіп дайындап алған бәліштерімізді бетін салафанмен жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Бәліштеріміз қызарып, әдемі болып пісуі үшін бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, жақсылап жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Осылай әдемі, дәмді болып тұруы үшін мен ақ күнжутты пайдаландым.
осылай өте дәмді, нәзік болып піседі. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліңіз.